Assalamualaikum бағсүйер қауым. Бұл бөлім мына үшінші бөлімі мына аквариумның іске қосылғанда ішіне балық және креветкелерді салу. Бұл аквариумды қосқаныма су құйғаныма 10 күн болды. Ішіне мынандай кварцтар салдым. Кварц топырақ, китайский семеналар өсіп кетір. Аржаны ситняк шығып кетір. Өсіп 3-4 сантиметр болады. Қазір бұның ішіне мен гуппидің мөліктерін салайын деп тұрмын. Шпамет дегеніміз бағанағы бірі ең үлкені ай жарым, одан кейін 1 ай, одан кейін 15 күн болған мәліктерді салайын деп тұрмын. 100-ге жақын мәлік ішінде 70-80 болып қалады шамамен. Көрінсе ішінде үлкен де бар, кішісі де бар, бәрін қосып саламын. Сосын креветка Blue Dream. Мөліктерді жібердік, енді креветкелерді жібереміз. Креветкелер мынаның ішінде 15 штуктай бар. Мынау ситняктар азағында осы. Анау фильтр. Помпаға трубка ес қой. Мына жерден басталады фильтрация. Егер ертең мынау бітеліп қойған жағдайда мына жағы через грунт арқылы мына жақтан сорады. Мына жағы таза болады да, соны тек қана грунттың айналасында ұстайды. Отходта фильтрация болған. Освещение мынандай. 2 кубикке біреу. Мөліктер судың тұрғаны 10 күнде оқып, іштен запущенный аквариумның суын құйын, суын ғана просто су емес. Сол запущенный аквариум сифонт етіп, соның сифонт еткен суын осыған қойдым. Сол биолог тез пайда болып. Енді көреміз қалай мәліктерін өсетін. Грунт былай салынды. Ішіне мына растениесі. Трубканың да кішкентай жүріп тұр. Помпа сағатына 200 литр дейді. Меніңше мынандай кофе аквариумда
жеткілікті сағатыны андай үлкен кісімен бірге кімге ұнап лайк басайық, комментарий жазайық. Сол саламатта қойық.